Енді мысалы қараңызшы, біз баламызға өте көп жаңа сіз айтып жатқан емдер айтып жатсыз ғой, бала көп ем болған сайын бала керісінше нейрондары бұзылады, иә, бала өз-өзін тыныштандыра алмай қалады. Ол негізі рас деп ойлаймын, өйткені практика бойынша мысалы сіз практика бойынша көрсеңіз, мен практика бойынша оны өмірде жасап көрдім. Мен балама әлемде қандай ем бар, бәрін жасадым. Жаңағы көп айтам негізі осыны: бак стимуляциясын, ТМС, томатис, СБН, микрополизация, блокадный укол, пересадка стволовых клеток, нейролептик, наотроп, психотроп, қандай ем бар әлем бойынша, ГПК диета, аботерапия, логопед, дефектолог, психолог. Мен балама бүкіл емді қолданып көрдім, қолданып келе жатырмын да әлі. Енді сіз айтып отқан қасиеттер жаңағы балам өз-өзінен жаңағындай мотивационный жағынан төмендеп бара жатқаны көрінеді маған. Өйткені көп нәрсе мотивация шынымен жоқ. Баламда физиология жағынан балам шынымен жақсы дамыған. Өйткені жаңағындай суға, бассейнге түскен жақсы көреді, велосипед жақсы себеді. Бірақ балам жаңағындай сөйлемейді, психологиялық жағынан артта қалып келе жатыр. Жаңағыдай 10 жаста болғанмен даму деңгейі 3 жастағы баланың даму деңгейі сияқты. Осы жаңағыдай енді біз баламызды бүкіл жасап жатқан себебіміз оны тыныштандырып отырғызып қою ғана емес, жаңа сөйлету, иә, басты мақсат сөйлету. Көп ерекше аналардың басты мақсаты сол ғой. Ерекше бала сөйлесін, аутист бала жаңа коммуникацияға түссін, ата-анасына ойын жеткізсін деген. Сол мақсатта ата-аналар осы бүкіл емді жасайды деп ойлаймын. Өйткені мен өз басым ерекше ана ретінде мен өз басым сол емді бәрін баламды сөйлету үшін жасадым.